Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Шымкент қаласы еңбекші ауданы сотының судьясы Мыстаев Мақсат Ғайнибекұлы бүгін сіздерге медиация туралы айтпақпын. Қазақстанда дауды шешу үшін қайда жүгіну керек деген сұраққа көпшіліктің ойына келетін жауап сот. Бірақ елде кейбір дауды соттан тыс шешуге болады. Ондай жолдардың бірі медиация. Ал оның соттан айырмашылығы қандай? Медиация тараптардың дауды өзара келісіп шешетін шара. Ортақ шешімге келуге судья емес, медиатор деген маман көмектеседі. Келісімге келсе, тараптар өзара жазбаша келісім шартын жасасады. Ол медиация туралы шарт деп аталады. Медиацияның соттан ең басты айырмашылығы, медиация ұтылған деген тарап жоқ. Себебі олар екі жаққа қолайлы мәмілеге келеді. Сот ісін ашу үшін бір тараптың арызы жеткілікті, ал медиация қос тарап келісіп барады. Медиацияның басты мақсаты кез келген істі сотқа жеткізбеу. Медиация рәсімі сотқа жүгінуге қарағанда оңай. Сотқа жүгіну үшін тұлға талап арыз жазып, мемлекеттік бажды төлеу қажет. Ал сот талап арызды қабылдағаннан кейін тұлға бірнеше айға дейін сот отырысын өткізеді. Сотқа жүгіну үшін заңгерге барады, қызмет үшін ақша төлейді. Сотта даудың жүру ұзақтығы сотқа байланысты болса, медиацияда тек қана тараптарға байланысты болады. Олар тіпті бір күннің ішінде мәмілеге келе алады. Медиацияға міндетті түрде үшінші тарап медиатор қатысу керек. Ол тәуелсіз, бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі болмауға тиіс. Оның тараптары өзара келісім таңдайды. Оның басты міндеті даудан қос тараптың қанағаттанып шығуына көмектесу. Медиатордан судья секілді билігі болмайды. Оны тараптар қандай да бір шешім қабылдауға мәжбүрлеуге құқы жоқ. Тараптар бір келісімге келе алмаса, медиация тоқтайды. Кейбір дауды сот арқылы шешсе болады. Тараптар бір медиация туралы шартты орындамауы мүмкін. Ондай жағдайда екінші тарап сотқа жүгіне алады. Өзімнің іс тәжірибемнен мысал келтіретін болсам, қазіргі таңда сотқа жиі жүгінетін даулардың бірі қарыз ақша өндіру. Бұл даулар банк пен жеке тұлғалар арасында, немесе жеке тұлға мен жеке тұлғалар арасында жиі кездесетін даулар. Жақында осындай даулардың бірі медиация келісімімен аяқталды. Банк жауапкердің уәжін төлем қабілетін ескере отырып, жауапкерге тиімді жағдайда қарыз ақшасын 2 жылда бөліп төлеуге келісіп, жаңа график түзіп берді. Бұл бірінші кезекте жауапкерге тиімді келісім болды. Нақты айтқанда, жауапкер сотқа құжат дайындаудан, мемлекеттік баж төлеуден, сотқа қайта барудан, заңгерге, адвокатқа, өкілге қаражат жұмсаудан, сот актілеріне келіспегенде шағымданудан, істің сотта қаралуына саралап күтуден, сот орындаушысына ұтылған соманың 25%-на дейін төлеуден, мүлкіне тыйым салудан, елден шығудан тыйым салудан құтылды. Сөз соңында айтарым, қазақ халқы үшін бітімгершілік билік айтудың ең озық өнегесі болған. Ұлы қазақ даласының белгілі дара тұлғалары Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би бастаған дана билердің ел арасындағы кез келген дауды бітімгершілік жолмен шешіп, халқымыздың бірлігін, ауызбіршілігін, тұтастығын сақтауға үлкен назар аударғаны баршамызға белгілі. Сіздерді де дау туындаған жағдайда бірлігімізді сақтау үшін дауды бітімгершілік жолы медиациямен шешуге шақырамын.